Ассаламағалейкум достар, осы видеода бірлікте білімге қатысты тақырыпты қозғайтын боламыз. Жалпы осы бізге білім керек па? Неге керек деген сұрақ болу керек. Не қыламыз о білімді дегендей. Жалпы адамзаттың тарихына қарайтын болсаңыз, адамзаты тұңғыш рет отты қолдануды білген. Содан кейін барып, сол отпен тасты ерітіп, темір жасауды білген. Ал сол темірдің арқасында біздің мәшинелеріміз, ұшақтарымыз болса, көптеген техникаларымыз барлығы осы темірден жасалады. Ал қазіргі таңға қарайтын болсаңыз, тіпті де адамды таңғалдыратын, адамның ойына мүлдем келмеген жаңа технологиялар бар. Ал осының барлығы білімнің арқасы десек болады. Ал осы 21 ғасырда өмір сүріп жатқан қарапайым бір халық үшін білімді неге үйрену керек? Әсіресе мына жаңа технологияларда неге үйрену керек? Егер де жаңа технологияны игере алмайтын болсаңыз, білмейтін болсаңыз, болашақта жұмыс табу өте қиынға түседі. Мысалы, Яндекс Такси. Яндекс Такси дегеніміз жай ғана бір телефондағы бағдарлама ғана. Ал осы кішкене ғана телефондағы бағдарламаның жылдық табысы неше 100 миллион доллар. Ал Алматы қаласында қаншама таксистер осы Яндекстің арқасында жан бағып жүр. Мысалы, осы бағдарлама 10 жылдың алдында ешкімнің ойында болмаған. Сол себепті 10 жылдан кейін мына дүние не болады, қандай жаңа технология шығады, оның барлығын біз білмейміз. Ал біздің қолымыздан келетіні тек қана үйрену. Осы жаңа технологияның артынан қалмау үшін. Мысалы, жақынғы жылдары AI деген жаңа бір технология қатты дамып бара жатыр. Мүмкін осы технология 10 жылдан кейін біздің өмірімізді жер мен көктей қылып өзгертетін шығар. Ал осында үлкен өзгеріс әкелетін технологияны біздің халық біле ме? Қазіргі таңда шынымен халықтың білмеуі ол ұят емес. Неге десе, ол жаңа бір технология, көптеген адам біле бермейді. Бірағында халық AI-ға болған түсінігі болу керек. AI деген жалпы қандай нәрсе? AI деген ол қандай салада қолданады? Болашақта қандай салада өзгеріс әкеледі? Соны білу керек. Сол себепті қазіргі таңда мектептен алған білім барлығы жеткіліксіз. Жаңа шыққан технологияны, жаңа білімді тоқтамай үйреніп отыру керек. Ал осы жаңа технология, жаңа білімдерді тез аралықта игеру үшін оның бір өте жақсы бір әдісі бар. Ол әдістің аты феймен оқу техникасы. Осы феймен оқу техникасын кез келген жерде істетілгелі болады. Әр түрлі білімді осы техника арқылы қысқа уақытта игергелі болады. Бірінші қадам, сіз үйренетін салаңызды нот алып қоясыз. Қайсы саланы үйренгіңіз келеді. Сосын сол салаға қатысты кітапты, сайттағы білімдерді, видеодарды, аудиодарды деген кез келген білімді жинайсыз. Сосын осы жинаған білімдеріңізді үйренесіз. Ең соңында осы алған біліміңізді басқа бір кісіге айтып түсіндіресіз. Егер де басқа бір кісіге осы алған біліміңізді айтып түсіндіре алмайтын болсаңыз, осы алған біліміңіз әлі де жеткіліксіз деген мағынаға келеді. Сосын қайтадан бағанағы білімді бастан аяғына шейін үйренесіз. Үйреніп болғаннан кейін қайтадан бір кісіге түсіндіріп айтасыз. Сөйтіп осыны қайталай бересіз. Әйтеуір бір күні осы білімді 100% игеретіндей жағдайға келгенде тоқтайсыз. Бірағында өкінішке көп жағдайда көптеген кісілер бір алған білімін екінші рет, үшінші рет қайталап оқығысы келмейді. Неге десе, көп жағдайда олар ойлайды, болды, мен осы білімді игердім, түсіндім, білдім деп ойлайды. Сол себепті көп жағдайда ол айтады, мен мынаны білем, мен ананы білем дейді. Бірағында ал ондай болса ортаға шығып, өзің білгеніңді халыққа айтшы десең, ол айтып түсіндіре алмайды. Неге десе, ол тек қана мұзтаудың бетіндегі өте таяз болған білімді ғана біледі. Ал мұзтаудың астындағы негізгі білімді әлі игере алған жоқ. Сол себепті мұзтаудың астындағы негізгі білімді игеру үшін қайталау өте маңызды. Бір білімді бірде екі рет қайталау керек. Сосын осы білімді қарапайым бір-екі ауыз сөзбен халыққа түсіндіре алатын болсаңыз, сол кезде білдім деп айтсаңыз болады. Ал ондай болса, қанша күнде бір қайталау керек? Оның жауабы 15 күн, яғни 2 аптада бір. Бұл жалпы адамның миымен қатысты. Неге десе, бір адам 2 аптаның ішінде ұмытпаған білімді ол бір өмір ұмытпайды. Ал ұмытқан білімдер сол беті ұмытылып кетеді.
Сол себепті 15 күнде бір рет ұмытылған білімдеріңізді толықтап отырасыз. Сөйтіп 1-2 айдан кейін сол білімді түбегейлі игере аласыз. Ал осы 1-2 айдың ішінде үйренген білімдеріңізді бір өмір істетесіз. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Ал менің сіздерге бір сұрағым бар еді. Сіз қандай саланы, қандай білімді үйренгіңіз келеді? Видеоның астына жауаптарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Келесі видеода көріскенше